Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің айналамыздағы ақпарат. Сабақтың мақсаттары: ақпарат және оның түрлерін түсіну, ақпараттың қабылдау формасын түсіну. Балалар, экрандағы тақтаға назар аударайық. Тақта туралы біз не айта аламыз? Тақтаның біздің жақтауы қоңыр екенін байқаймыз. Тақта жасыл түсті. Тақтаның үстінде ақбормен жазылған сөйлем. Яғни бұл айтылғандардың барлығы алдымызда сипатталған тақтаның туралы мәліметтер. Яғни осы мәліметтер бізде ақпарат деп аталынады. Ал тақтамыз ол біздің ақпарат көзіміз. Яғни ақпарат дегеніміз айналамыздағы заттар мен құбылыстар туралы мәлімет. Біз ақпаратты мына сезім мүшелерімен ала аламыз. Оған көз, құлақ, ауыз, қол, мұрын жатады. Көз арқылы көріп қабылдаймыз, құлақ арқылы естіп қабылдаймыз, тіл арқылы дәм сезіп қабылдаймыз, қол арқылы сипап сезіп қабылдаймыз, мұрын арқылы иіскеп қабылдайтын боламыз. Біз көз арқылы ақпараттың 81% қабылдаймыз. Құлақ арқылы 10% қабылдаймыз. Дәм сезу арқылы 3%, сипап сезу арқылы 2% қабылдаймыз. Біз тек ақпаратты қабылдап, сақтап қана қоймай, біз ақпаратты өңдеп тарата аламыз. Ақпаратты сақтап, өңдеп тарату ақпараттық үдерістер деп аталынады. Ал осы ақпараттық үдерістерді зерттейтін ғылым информатика деп аталынады. Тергіту сәті: суретке назар аударып, қанша жануар бейнеленгенін есепте. Жақсы, жарайсың. Балалар, мен сіздерге 3 мысал айтамын. Сіз дұрыс болса я, ал дұрыс емес болса жоқ деп айтыңыз. Адам кино көргенде ақпаратты сипап сезу арқылы қабылдайды. Суреттегі бейнені көз арқылы қабылдаймыз. Адам кітап оқығанда ақпаратты дәм сезу арқылы қабылдайды. Жақсы, жарайсыңдар. Тапсырма: оқулықтан 9 беттегі себебін анықтайық тапсырмасы. Оқушылар, сонымен ақпарат дегеніміз не? Ақпарат көзі деп нені айтамыз? Жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.